Сәлеметсіздер ме? Абай атындағы Шығыс Қазақстан гуманитарлық колледжінің өзін-өзі тану пәнінің оқытушысы Ахметқалиева Ғалия Мұбараковна. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы отбасы руханилықтың көзі. Құндылығы, сүйіспеншілік, қасиеттері, отбасындағы сүйіспеншілік, жанашырлық, бауырмалдық. Сабағымыздың мақсаты отбасындағы риясыз сүйіспеншілік туралы айта отырып, сүйіспеншілік құндылығының мәнін ашу. Білімділік міндетіміз отбасындағы сүйіспеншіліктің маңыздылығын түсіну. Дамытушылық міндетіміз жанашырлық қасиеттерін дамыту. Тәрбиелік міндетіміз бауырмалдылыққа тәрбиелеу. Сабағымыздың дайық сөзі: отбасының сәні сыйластық, достықтың сәні қимастық деген халық мақалы. Дайық сөзден қандай ой түйдіңіз? Кері байланыс ретінде өз ойыңызды маған жазып жіберіңіз. Қазір ана өсиеті деген әңгімені тыңдап алайық. Қарт ананың ұлы мен қызына айтқан өсиеті: ұлым, қызым, менің қымбаттыларым, күндердің бір күні менің қартайып, қаусаған кезімді көресіңдер. Сол кезде өтінерім, маған көңіл бөліңдер, және мені түсіну үшін сабырлық танытыңдар. Егер қолымнан жеп отырған асым түсіп кетер болса, өз киімді өзім кие алмайтын уақыт жеткен кезде, дәл қазір өзім істей алмай отырған істерді, сендерге үйреткен күндерді естеріңе алыңдар да маған сабырлықпен қараңдар. Егер менен жағымсыз иіс сезер болсаңдар, маған ұрыспаңдар. Сендер таза жүрсін деп барымды салған күндерді естеріңе түсіріңдер. Егер мен ақылға қонғысыз амал жасар болсам, маған күлмеңдер. Керісінше, менің ақылым, көзім болып маған көмектесіңдер. Мен сендерге қалай өмір сүру керектігін үйреткен болсам, сендер маған ненің дұрыс-бұрыстығын қалайша үйретпексіңдер. Мен сендерге есеп күні жайлы хабар бердім. Менімен әңгімелескен кезде менің жай сөйлеуімнен жалықпаңдар. Ойлау қабілетімнің баяулығынан шаршамаңдар. Әрі, есте сақтау қабілетімнің төмендігі сендердің ашуларыңа тимесін. Себебі қазіргі менің бақытым сендердің жандарында болып, сендермен әңгімелесуде емес пе? Егер менің аяқтарымнан күш кетіп, жүрген кезде сүрінер болсам, маған жұмсақтық танытыңдар. Себебі мен өздерің тәй-тәй басып, жүріп кетпейінше қолдарыңнан жетелеген едім. Бүгін менің қолымнан ұстауға ұялмаңдар, ертең өздерің қолдарыңды ұстататын адамды іздейтін боласыңдар. Мен сендер секілді өмір ағысына қарап жүзіп жатқаным жоқ. Керісінше, мен өмірден өлімге аяқ астым. Әрі оны жеңіл келер деген үмітпен тосудамын. Сондықтан да маған қарсы шықпай, менімен бірге болыңдар. Егер менің қателіктерім естеріңе түсер болса, естеріңде болсын. Мен ешқашанда сендерге жақсылықтан өзге тілерім болмаған. Маған дәл қазір жақсылық жасағыларың келсе, мені кешіріп, кемшіліктерімді асырыңдар. Аллах тағала сендерді кешіріп, кемшіліктеріңді жасыратынын біліңдер. Сендердің жарқын күлкілерің мені бұрынғыдан да артық қуанышқа бөлейді. Мені орталарыңнан шеттетпеңдер. Сендер туылған кезден мен жандарында болдым. Мен өлген кезде менің де қасымда болыңдар. Мені анау өмірге шығарып салыңдар. Бұл өсиетті анасының сезімін түсінгісі келген әрбір адам оқысын. Мұны ұлдарыңыз бен қыздарыңызға да оқып беріңіздер. Мен бұл өсиетті 1000 мәрте оқысам да жалықпас едім. Әңгімеде не жайлы айтылған? Ана өсиетіне сен қандай ой қосасың? Кері байланыс ретінде өз ойларыңызды маған жазып жіберіңіздер. Келесі тапсырмада отбасындағы адал еңбек, парыз, жауапкершілікті негіз етіп, бақытты отбасының ережесін қарастырыңыздар. Қазір отбасы ойынын ойнайық. Ол үшін төменде көрсетілген тордың біреуін таңдаймыз. Айтылатын сөздер сол таңдап алынған әріптен басталуы керек. Бір саны О әрпін, 2 саны Т әрпін,
3 саны Б әрпін, 4 саны А әрпін, 5 саны С әрпін, 6 саны И әрпін білдіреді. Енді сұрақтар. Бірінші сұрақ. Отбасы құндылықтарын атаңыз. Келесі сұрақ. Отбасындағы сенің міндетің. Үшінші сұрақ. Бақытты отбасы ол? Тамаша. Сіздер өздеріңіздің жауаптарыңызды әрбір әріптермен байланыстырып берді деген ойдамын. Енді психолог кеңесін тыңдайық. Онда бала тәрбиесіндегі жіберілетін кейбір ата-аналардың қателіктері туралы айтылады. Барлығымыз мұқият бұл бейне материалға назар аударайық. Бала тәрбиесіндегі қателіктер жалпы отбасы тәрбиесімен астарласып жатқан ұғым. Күнделікті қарапайым өмірде бала тәрбиесіндегі мынадай біз ата-аналардың қателіктерге жол беріп жатқанын байқаймыз. Біріншіден, өзара келісілмеген тәрбие. Ата-ананың тәрбиедегі жауапкершілігіне екі жақты көзқараста болуы, белсенді араласпауы. Келесіден, салыстырушылық көзқарас, яғни баланың болмысын ескермей, қызығушылық қабілет қарымына мән бермей, салыстыра отырып, баланың өзіндік бағалауына кері әсер ықпал етуі. Үшіншіден, шамадан тыс қамқорлық көрсету. Ғылыми терминмен гиперопека деп аталатын бұл тәрбие стилінде баланың өзіндік дамуына жол бермей, ата-ананың шамадан тыс қамқорлық пен шешім қабылдаудағы белсенділігінен баланың толыққанды даму кеңістігінің шектелуі байқалып жатады. Қоғамдық даму үдерісіне қарамастан, қым-қуыт замандағы ата-ананың жұмысбастылық әсерінен, өз эмоциясын басқара алмау себептерінен балаға деген елемеушілік, көңіл бөлмеушілік көзқарастардың, іс-әрекеттердің орын алуы. Баланың құқығын қорғау қажеттілігі деген санаға қонып қалған ұғымның әсерінен баланы тым еркінсітіп кету, сол құқықтың астарында баланың өз жауапкершілігі мен міндеттерін түсіне алмаудағы қателіктерге жол беру. Сондай-ақ ата-ананың өз жоспары мен өз мақсаттарына негізделген бұйрық пен талап қоюға бағытталған қаталдық принципін ұстану отбасындағы бала тәрбиесіндегі өзекті мәселе. Балаға көбіне 3 алуан түрлі мінез шығады. Біріншісі ата-анадан, екіншісі ұстазынан, үшіншісі құрбы-құрдасынан. Солардың ішінен бала қайсысын жақсы көрсе, сонысынан көбірек жығады. Абай Құнанбаев. Сіз психолог кеңесімен келісесіз бе? Өзіңіздің қосарыңыз бар ма? Егер де бұл кеңеске өзіңіздің қосарыңыз болса, кері байланыс ретінде маған жауап беріңіз. Енді психолог кеңесінен кейін мына бір балаңыз бақытты ма деген әңгімеге түгел құлақ түрейік. Бір күні кезекті семинардың алдында қағаздарымды реттеп отырсам, орта бойлы бір кісі кіріп келді. Келген бойда: "Саламатсыз ба, ұстаз? Қолыңыздан сүйсем рұқсат па?" Негізінде кісінің қолынан сүйген бұрыннан қаламайтын едім. Жігіттің көңілін жықпайын деп: "Қаласаң қолынан емес, бетінен сүй" дедім. "Я, жігітім, не үшін қолынан сүйгің келді? Білесіз бе, ұстаз? Осыдан нағыз жыл бұрын сіздің семинарыңызға қатыстым. Менің өмірім тап сол күннен бастап толықтай өзгеріске ұшырады. Сол семинардан кейін бақытты отбасым бар. Сізге алғыс айтып, қолыңызды сүйгім келді. 3 жыл бұрын жұмыс барысымен қалаға келіп, сіздің бір семинарыңызға қатысу нәсіп болды. Адам өмірінің ең маңызды кезеңі балалық шағы. Балалық шақтың қызығына тойып өспеген сәбидің алдағы өмірінде бақытты болу екі талай. Қандай да бір ата-ананың ең басты міндеті ойын баласының ойынға қалауынша қандыра білуінде. Бұл әрбір әкенің басты міндеті. Осы сөздеріңізді естіген сәтте терең ойға шомылдым. Ойлап қарасам, өмірімде баламды қуантуға, ойнатуға немесе көңіл бөлуге еш әрекет жасамаппын. 9 жастағы ұлым мені көре сала, анжырғасы түсіп, көзіме көрінбеуге тырысады. Не істей алдым? Не үшін менен құтылуға асығатын білеміз, ұстаз? Не үшін? Өйткені баламды көрісімен. Үй тапсырмасын орындадың ба? Деген сұрақтан бастайтынмын. Ұлым анжырғасы түсіп, төмен қарап, орындамаған түр танытады.
ашуға булығып ауыр сөздерді айтып, арғы жағын айтуға аузында бармайды. Терең күрсінді. Семинар біткесін жол бойы ойландым. Содан не керек үйге келіп, әйелімен ақылдасуды жөн көрдім. Кешкісін балам ұйықтағасын жұбайымды үстел басына шақырып, бүгін мен керемет бір семинарға қатыстым. Бала тәрбиесіне қатысты көп пайдалы кеңестер алдым. Түсінгенім, біз баламызға жақсы ата-ана бола алмай жүрген сыңайлымыз. Мейлі сабағын оқымаса оқымай-ақ қойсын. Ең бастысы, балалық шақтың қызығынан құр қалмаса деймін. Қалай ойлайсың? Дедім. Қанша уақытыңды құртып барғандағы естіген осы сөздер ме? Осы бос сөз бе? Оқымаса оқымасын дегенің қай сасқаның? Оқиды, оқуға міндетті. Басқа балалардан қай жерген бұның? Деп түсіне алмады. Алайда әйеліме кінә тақпаймын. Қандай ана өз баласының жаман болғанын қаласын? Содан не болды? Әйелімді 3 күн жүріп әзер көндірдім. Ақырында не істесең де өзің білші деген жауап алдым. Кешкісін жұмыстан келгесін баламның әдеттегіден бөлек көңіл күймен, бүгін достарымен көңілін қалағанша асыр салып ойнай алдың ба? Деп сұрадым. Ол да жоқ мағынасына келетін ишарат білдірді. Жылдам жұмыс киімін ауыстырып, олай болса неге ойнамасқа деп баламды аулаға алып шықтым. Біздің сыртқа шыққанымызды көрген баламның достары да жинала кетті. Сол күні кешкі 6-дан қас қариғанға дейін көшеде ойнадық. Жаңылмасам 8-9-дар шамасында үйге кірдік. Бір керемет күн болды. Жуынып болғасын баламды сүртіндірдім. Өмірімде бұрын соңды мұндай керемет күн өткізбеген емеспін. Жұмыстан келгесін әрдайым кешкісін екеуміз ойынға шығуды әдетке айналдырдық. Бұрын балам менен қашушы еді. Енді міне асыға күтіп отыратын болды. Осылай әр күнім жалғаса берді. 7-ші немесе 8-ші күні балам екеуміз сырттан келіп, жуынып түстің құрғатып жатқанда балам қолымнан қысып ұстап, «Әке, мен сізді өте қатты жақсы көремін», деді. Тілім байланып сөйлей алмадым. Жүзімді жас шуып кетті. Сіз білесіз бе? Нені айналайын? Менің қандай жаман әке болғанымды. Өмірімде бауыр етін баламнан әлгі сөзді алғаш рет естідім. Егер өмірден бала жүрегінен шыққан жылы сөзді ести алмағанда, қандай қапыл күй кешер едім. Олай демегін. Ең бастысы дер кезінде мәселені ушықтырмай реттей алыпсың. Кейбір кісілер әлі күнге қаталдық танытып бала көңіліне қаяу түсіреді. Сөзіңді бөліп жердің бе, ренжіме, әрмен қарай жалғастыра бер. Бір күні баламның сынып жетекшісі ата-ана жиналысына шақырды. Алдыңғы партаға жайғастым. Сынып жетекшісі бетіме қарап жымиып, «Айтыңызшы, сіз балаңызға не істедіңіз?» деді. Мен де сасқалақтап, «Үлгерімі мүлде жаман ба?» деппін. «Жоқ, мүлде олай емес, керісінше. Аз уақыттың ішіңізде балаңыздан сабақ үлгерімі, тәртібі тіпті мінезіне дейін күрт өзгерді. Бұрын сабағына селқос қарайтын, күніге сыныптағы достарын ренжітіп, ескерту алатын. Айтыңызшы, қандай амалға бардыңыз?» Мен жылаған күйі тапжылмай отырып қалдым. Құдайым-ау, балапанды өз қолыммен қор қылып жүрген екенмін ғой. Ұстаз, сізге алғысым шексіз. Маған бақытқа жетудің жолын сіз көрсетпегенде, бүгінгі отбасының жағдайы қалай болар еді? Сол күннен бері бақытты шаңырақ аясында өмір сүріп жатқан жайымыз бар. Үйге тапсырмаға ананың жан дүниесі мен мейірімі туралы жинақталған ақпараттарыңызды қорытып, анадан асыл жан бар ма деген тақырыпта шағын зерттеу жұмысын жүргізіңіздер. Жетеледің мақсатыңа көздеген жылы сөздерің жүрегімде өзің барда бұл өмірде жалын биік өзгеден анашым-ай көктегі көктемгі гүлде нұрын сепкен